Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздерге өте дәмді, жұмсақ болып шығатын ерекше самсаның жасалу жолын ұсынатын боламын. Егер менің каналыма тіркелмесеңіз, қоңыраушаны басып тіркеліп кетіңіз. Бізге алдымен керегі ұн мен сары май, салқын су, жұмыртқа, тұз және 6% сірке су қажет болады. Алдымен суымызға жұмыртқамызды, тұзымызды, уксусымызды құйып араластырып қоямыз. Су өте қатты салқын болғаны жөн. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ішінде тұзы ерігені жақсы. Енді ұнымызды дайындаймыз. Ол үшін тоңазытқыштан шыққан сары майымызды үккіштен өткізіп, ұнмен араластырып, үгілмелі қамыр жасаймыз. Май мен ұнды жақсылап қолымызбен езіп араластырып аламыз. Үстіне алдын ала дайындап алған қоспамызды түгелмен құямыз. Барлығын құйып, жақсылап қамыр илейміз. Артық ұн салмаймыз. Бізге осы ұн жарайды, қолымызға жабысып тұратындай қамыр шығады. Әбден үйін қандырып, илеп аламыз. Қамыр қолыңызға жабысады, одан қорқудан қажеті жоқ. Барлығын біріктіріп, бір келкі қамыр жасаймыз. Міне осындай қамыр болуы керек. Жақсылап басып, салфа мешокқа салып, тоңазытқышқа 40 минутқа қалдырамыз. Енді ішіндегі салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге тауық еті, тауық етінің фаршы, жуа және сливки, сұйық май, тұз, бұрыш қажет болады. Сұйық май тауық еті құрғақ болғандықтан дәмін келтіру үшін. Сливки жоқ болса, оның орнына аз ғана сүт қоссаңыз да болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Тауықтың фаршы болмаса да етпен жасауыңызға болады. Үстіне аз ғана бұрыш септім. Массамыз кішкене сұйықтау болады, сливки мен сұйық май қойғасын. Енді қамырымызды шығарып алдық, ұнмен жақсылап басып аламыз. Тағы жақсы етіп басамыз. Бізде жұмсақ тесто шығады. Осы тестоларды біз 30 граммнан бөліп аламыз. Осылай бөліп алдық. Бөліп алғаннан кейін дөңгелектеп ұн салып отырып жаямыз. Жұқа етіп жайып аламыз. Ұнын көбірек қыла беріңіздер. Қолға жабыспауы керек. Енді бір ас қасық салмамызды салып түйеміз. Осылай жан-жағынан видеода көрсетілгендей етіп түйеміз. Міне осындай болады. Түйілген жағын астына қаратып табамызға орналастырамыз. Міне барлығын
жасап шықтым. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамын. Тек қана сарысын жағамын. Менде осы жерде шамамен 30-35 штуктай самса шықты. Үстіне күнжіт немесе мак себуіңізге болады. Мен мак септім. Қызып тұрған 180 градус пеште 30 минут пісіріп аламыз. Менің самсаларым пісіп шықты. Өте дәмді, жұмсақ болып пісті. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Мен сіздерді өз каналымда күтемін.